Қазақстандық актриса әрі кинопродюсер Әсел Сәдуақасова тұрмысқа шықты. Актриса заңды некесін қидырған сәтті Instagram желісінде көпшілікке көрсетті. Осымен бітті. 13 маусым 2023 жыл біздің отбасымыздың туған күні деп жазды Әсел Сәдуақасова. Видеодан Әсел Сәдуақасова мен сүйіктісінің неке жүзігін тағып, неке қию туралы куәлігін алғанын көруге болады. Ал желі қолданушылар актрисаға бақыт тілеп лебізін жаудырды. Әсел, бақытты болыңыз, жарасымды жұп, отбасыңыз берік болсын, бақытты болыңыздар, құттықтаймыз деп жазды желідегілер. Айта кетейік, биылғы жылдың наурыз айында Әсел Сәдуақасованың өзінен 7 жас кіші жігітпен көңіл жарастырғаны белгілі болды. Кейінірек актрисаның өзі бұл ақпаратты растап сүйіктісін көпшілікке таныстырды. Бұдан бұрын ол желіде сүйіктісін көрсеткен болатын. Таныс болыңыздар, менің сүйіктім Мағжан, бұл екі егіз жандардың кездесуі. Оның жанында әйел ретінде бақыттымын. Оның жанында өзімді сондай жайлы, жақсы сезінемін. Ешқандай эмоционалдық тұрақсыздық немесе қандай да бір жайсыздық жоқ. Қана күлкі мен рухани әңгімелер деп жазған актриса сүйіктісімен түскен суреттерді бөлісті. Ол өзіне қамқорлық танытып, махаббатқа бөлеген сүйіктісіне алғысты айтқан. Қазір өте бақыттымын, және осы қуаныш, махаббатымды бүкіл әлемге сыйлағым келеді дейді Әсел Сәдуақасова. Сөз соңында актриса осы жазбаны оқып отырған әрбір қызға өз махаббатын жолықтыруды, сүю және сүйікті болу бақытын тілеген.